эске алуу күнүнө орай касиретті жылдар жаңгырак атты тарихи таанымдык кечине күнү атап өтүлөт. Бұл Қазақстан тарихындағы миллиондаған адамдардың өліміне әкеп соққан адамдар зиян қателеспей кеткен адамдар да болды сондай. Соны енді еске алып қазір осыған 27 жыл болған екен. Бірінші ашаршылық жылдары қанша адам қаза тапқаны жайлы нақты цифрлар жоқ. Ресми ақпарат бойынша 1,5-2 миллион адам көз жұмған. 300 мыңнан 1 миллионға дейінгі адам шекара асуға мәжбүр болған. Талай қазақтың жанын қиды. Қазақты көкке көтеруді көздеген бұл арыстанымның терісін тірідей сыпырып алды. Әруақтарымды күңірентіп, аяғынан сүйреп моладан шығарды. Неткен халық екі шыдамды, көген қырқылып, керемемен желі үзілді. Қара түнек қарағанның түнге қараңдаған, қалмасада қиямет күнді қасап. 20 ғасыр сол ақшан басқан болай архипелаг. Ашаршылыққа ұшыраған халыққа көмек көрсету комиссиясының төрағасы Мұхтар Әуезов 1,7 миллион адам қайтыс болды деген дерек көрсеткен. 1929-1933 жылдары ашаршылық нәтижесінде қазақ халқының 40% қырылған. 1,70 миллион адам Қытай бүгін табысқандай күнікей ақ білегіне қатқожалар. Тапсырсаң ұрпағыңды бір құдайға, жандарын жаһаннамда шарқырайма. Бағына жүсіп бектер тумағанда қазақтың ұлты қайда, жұрты қайда. Күнбастыге атылған қуым бойымды суытты, қар төнімен қош айтысты жас жүрек. Өлдің сөйтіп, заман бәрін көріп тұр, айталаға кетті бізді құр. Жапа шеккендердің ұрпақтары жыл сайын дәл осы 31 мамыр күні тарихымыздағы ұмытылмас қасіреттің куәсіне айналған. Ұрған кім, ұрыншақ кім, тұлымынан типайтын жан алдыма, енесінен айрылған құлыншақтың. Заңғарларым жел болып күрсінеді, күйе төбе тыныштық тылсым еді. 103 мың адам қудаланып, халық жауы деп айыпталды. Олар Спасск, Карлак, Степлак, Алжир халық жауларының әйелдеріне арналған лагер секілді лагерлерде азап көрді. 20 от басып кейде тар заман Özü